Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен сосиска в тесте дайындайтын боламыз. Ол өте дәмді, жұмсақ, әрі тойымды болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап жасап көрсеңіздер болады. Ол үшін бізге жылы сүтке 1 жұмыртқа, 1 ас қасық қант, жарты ас қасық құрғақ ашытқыны салып, жақсылап араластырып аламыз. Алдын ала електен өткізіліп қойған ұнымызды салып, шым-шым тұз бен 2 ас қасық сұйық майымызды қосып, ұнды аз-аздан сала отырып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырымыз дайын болған кезде оның бетін жауып, көтерілуге 1 сағатқа жылы жерге қоямыз. Қамырымыз өте жақсы көтеріледі. Ыдыстан босатып, бөліктерге бөліп аламыз. Әрбір бөлікті дөңгелек пішінге келтіріп, бетін жауып, 10 минутқа тағы да көтерілуге қойып қоямыз. Көтеріліп дайын болып тұрған қамырларымызды қолымыздың көмегімен жая отырып, тура видеодағыдай 2 жағынан кесіп, сосискаларымызды орап аламыз. Тура видеодағыдай жасасаңыздар болады, өте әдемі болып шығады. Барлығын дайындап болған соң 20 минутқа бетін жауып, тағы да көтерілуге қойып қоямыз. Өте жақсы көтеріліп шығады. Енді бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, күнжіт немесе мак сеуіп қойсаңыздар болады. Мен күнжіт септім. Сонан соң қызып тұрған пешке ең жоғарғы температурасына қойып, қып-қызыл етіп пісіріп аламыз. Сосиска в тестеларымыз міне дайын. Өте жұмсақ, дәмді әрі тойымды болып шығады. Жасап көрсеңіздер болады. Қажетті заттардың барлығын описанияға жаздым. Ас болсын!